Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының дамуында әртүрлі бұзылыстары бар балаларға арналған 99 арнайы мектеп бар. Оның ішінде 53 мектеп зиятында бұзылысы бар балаларға арналған. 2023-2024 жылы оқу жылындағы статистикалық мәліметтер бойынша зиятында жеңіл және орташа деңгейде бұзылысы бар балалардың 6 жастан 18 жасқа жалпы саны 24227. Оның ішінде 9568 бала зиятында бұзылысы бар балаларға арналған арнайы мектептерде оқиды. Зиятында бұзылысы бар балалардың негізгі проблемасы олардың сыртқы әлеммен байланысының бұзылуы, қимыл қозғалысының шектелуі, құрдастарымен және үлкендермен байланысының нашарлығы, табиғат пен қарым-қатынасының шектелуі, бірқатар мәдени құндылықтардың қолжетімсіздігі болып табылады. Соның салдарынан зиятында бұзылысы бар балалардың басым бөлігі әлеуметтік дағдыларды меңгермей, қоғамнан барған сайын оқшауланып, үйде оқуға мәжбүр. Мұндай балаларды қоғамға қосудың өзі олар үшін терапия болып табылады. Осы мақсатта зиятында бұзылысы бар балаларға мүмкіндіктерді пайдаланып, жағдай жасау басты мақсат болып табылады. Қазақстан Республикасы бойынша арнайы мектептерде келесі жағдайлар қарастырылған. Оқу процесін жүзеге асыруға арналған кеңістіктер, оқу кабинеттері, логопед, педагог-дефектологтың, педагог-психологтың және басқа мамандардың кабинеттері, қажетті жиынтықтар және орналастыру, олардың ауданы, жарықтандыру, жұмыс орны мен көлемі, ойын алаңдары мен жеке сабақтарға арналған алаңдар, білім беру ұйымының кабинеттерінде белсенді жұмыс істеу, тынығуға арналған бұрыш және тағы да басқа. Дене саулығын дамыту үшін акті зал, спорт зал, емдік және дене шынықтыру залы, сенсорлы кабинеттермен жабдықталған, жас ұрпақты жан-жақты дамыған, ой-өрісі биік, тұлғасы сымбатты азамат етіп өсіру үшін тәрбие жүйесінде дене тәрбиесінің алар орны орасан зор. Балалардың дағдылары тек білім алумен шектелмейді, өнерлерінде шыңдауға бар мүмкіндіктер жасалады. Ән, би, өлең оқу, халықтық өнерге баулу арқылы балалардың адамгершілік, патриоттық қасиеттерін қалыптастыру және дамыту қазіргі кезде теориялық жағынан да, практикалық жағынан да аса өзекті болып табылады. Еңбек шеберханалары, тігін шеберханасы, ағаш өңдеу шеберханасы, аяқ киім жөндеу шеберханасы, баспа жұмыстар шеберханасы. Адам баласының өмірге бейімделуінің негізгі бағытының бірі ол еңбек. Осы жасалған арнайы жағдайлардың нәтижесі ретінде зиятында бұзылысы бар балалардың қоғамға енуі үлкен жетістік болып табылады. Алматы қаласының нөмір 7 арнайы мектеп-интернатының түлектері қазіргі таңда мектепке орналасып, еңбекке етене араласуда.